Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Каналда сіздерге арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецептерді бөлісемін. Егер де сізде артық салмақ болса, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларым сіздерге үнемі көрініп отыратын болады. Бүгін сіздерге өте қызықты тақырыпты айтқым келіп отыр. Интервалды ашығу мен арықтауға болады ма, және интервалды ашығу кімдерге арналған, кімдерге ұстауға болмайды, пайдасы мен зиянын сіздерге толығынан айтатын боламын. Егер де бұл тақырып сізге қызықты болса, онда видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Интервалды ашығу жалпы қазіргі таңдағы трендте жүрген диеталардың бірі. Дәл осы диетаны ұстау арқылы көп адамдар артық салмақтан арылып жатады. Интервалды ашығу деген ол кәдімгі интервальный голодание, орыстар үнемі айтып жүреді. Дәл осы ашығуда жалпы адамдар өзінің тамақтану схемасын өзі құрастырып алады. Қазіргі таңда өте кең таралған схемасы ол 16-да 8, яғни 16 сағат ашығасыз, 8 сағаттың ішінде 2 рет тамақтанасыз. Келесі схема ол 20-да 4, одан кейін 12-де 12 деген схемасы бар. Көп адамдар бірақ 16-да 8-ді ұстанып жатады, яғни 16 сағат ашығу көп адамдарға ыңғайлы болып келеді. Жалпы бұл интервалды ашығу ер адамдарға да, әйелдерге де, қыз келіншектерге өте ыңғайлы диеталардың бірі. 16-да 8 схемасына тоқталатын болсақ, сіз 16 сағат бойы ашыққан кезде мүлдем су, шай ішпей қою деген жоқ. Керісінше осы 16 сағат ашығу барысында қалған бір 8-9 сағатын ұйқыға арнайсыз, яғни ұйықтайсыз. Қалған 8-9 сағатында сіз ашығып жүресіз. Дәл осы ашығу барысында сізге болады шай ішуге, су, компот, шай барлығы ішуге болады. Тек қана 8 сағаттың ішінде 2 рет прием пищи болады, яғни 2 рет тамақтанасыз деген сөз. Жалпы осы интервалды ашығу негізі оразаға ұқсайды, яғни ауыз бекіткен жандарда 2 рет тамақтанады. 16, 17, 18 сағаттай оларда ашығады. Бірақ айырмашылығы интервалды ашығуда су ішуге болатын болса, ал ауыз бекіткен жандар су ішпейді, тек қана ауыз ашарда ғана су, шайларын ішіп тамақтанып жатады. Яғни екеуіне де ұқсастық, 2 рет тамақтанады, ашығатын уақыттары екеуінде де бірдей болып келеді. Тағы да бір ескере кететін жағдай, мен ашығамын ғой, қалай бар солай тамақтанамын деген жоқ. Кез келген жаңағыдай диетада болсын, кез келген тамақтануда болсын, жалпы арықтаушы адам салмағына сәйкес дефицит калорияны сақтау керек. Яғни осы тамақтану барысында калорияға да кішкене мән беру керек. Яғни асқазанына артық тамақ бармау керек. Адам ұзақ уақыт ашығу барысында өсу гормоны көтеріледі. Дәл осы кезеңде бізде май сағатын гормондар белсенді жұмыс жасайды. Ал дұрыс тамақтану кезінде біз жүрек жалғаймыз. Дәл осы жүрек жалғаулар кезінде, яғни перекустар бізде инсулин гормонын оята береді, яғни кейбір жағдайда оята береді. Егер де оята беретін болса, онда интервалды ашығу кезінде бұл керісінше, яғни ағза аштықта жүргендіктен, яғни 2 рет тамақтанамыз ғой, жүрек жалғап болмайды. Соның салдарынан бізде инсулин гормоны тұрақталады. Яғни инсулин гормоны бір көтеріліп, бір түспейді, керісінше тұрақталады. Интервалды ашығудың пайдасына тоқталатын болсақ, ең алдымен біздің дене қалпымызды қалыпқа келтіреді, яғни физическая форма деп айтып жатамыз ғой, соны қалыпқа келтіруге көмектеседі. Келесі кезекте клеткалардың жаңаруын белсендіреді, ағзаның саулығын арттырады, висцералды майлардың ыдырауына көмектеседі, яғни ол деген іштегі майлардың кетуіне көмектеседі деген сөз. Келесі кезекте адамның қартаюын бәсеңдетеді, яғни баяулататын болады. Қант, инсулин, холестерин деңгейін реттейді, лептин гормонына деген сезімталдылықты қалыпқа келтіреді. Лептин гормоны арқылы біз ағзамызда жаңағыдай тамақтану барысында тою сезімін білеміз, яғни лептин гормоны біздің ағзамызға тою сезімін атқарады. Интервалды ашығудың пайдасын білдік, енді келесі кезекте интервалды ашығу кімдерге болмайды, сол жайлы айтайық. Жалпы негізі интервалды ашығу жүкті аналар мен және бала емізетін аналарға болмайды. Егер де сіз
сіз бала емізетін ана болсаңыз, балаңыз 1,5 жастан өткен болатын болса, яғни қосымша тамақтанатын болса, онда сізге интервалды ашуы болады. Егер де бала емізетін ана болсаңыз, сізге арықтау керек болса, яғни арықтағыңыз келсе, онда сізге ұсынылады дұрыс тамақтану тәсілі. Ал жүкті ханымдарға неліктен болмайды? Себебі жүкті ханымдар өте ерке, оларға аштыққа шыдамайды, сол себепті де интервалды ашуы болмайды. Келесі кезекте бірінші типтегі диабетиктерге және де анемиясы бар адамдарға болмайды. Анемия болатын болса, сіз керісінше жаңағыдай анемияны дұрыс емдеп, яғни дәрігердің қаралуына барып емделіп, дұрыс тамақтану керек болады сізге. Келесі кезекте, егер де сіздің ағзаңызда минералдар мен дәрумендер жетіспеушілігі болатын болса, онда олардың орнын толықтыру керек. Оған да сізге дұрыс тамақтану тәсілі керек болады, интервалды ашуы емес. Және бұлшықет массасын өсіріп жүрген спортшыларға интервалды ашуы тура келмейді. Интервалды ашуы кезінде жалпы бұлшықет массасын ұстап қалу үшін дұрыс ас мәзір қажет болады. Өкінішке орай спортшыларға да, яғни спортпен айналысатын адамдарға да интервалды ашуы тура келмейді. Және де бауыр ауыратын, бүйрек ауыратын және жүрек қан тамыр ауруымен ауыратын науқастарға да интервалды ашуы тәсілі тура келмейді. Тағы да айта кететін жағдай, интервалды ашуы негізі балалар мен және жасөспірімдерге болмайды. Және де қалқанша безінің ауруларымен ауыратын адамдарға болмайды. Яғни қалқанша без дегеніміз, естулеріңіз бар шығар, щитовидка. Міне дәл осы щитовидкадан проблемаларыңыз болатын болса, онда сіздерге интервалды ашуы тура келмейді. Жалпы интервалды ашуымен де артық салмақтан арылуға болады. Кейбір жандар 1 жылдап, 2 жылдап та интервалды ашуыда жүреді, үйреніп қалады ағзалары. Бірақ қалыпты тамақтануға келген кезде көп адамдар салмақты қосып алып жатады. Таңдау өзіңізде. Артық салмақтан арылам десеңіз, жалпы кез келген тәсіл сізге көмектеседі. Ең бастысы, басы бар аяғы жоқ емес, соңына дейін апару керексіз. Ең бастысы, тастап кетпеу керексіз. Жалпы қыздар, мен өзім бала емізетін болғандықтан, бала емізетін ана болғандықтан, мен интервалды ашуды ұстаған жоқпын. Мен қалай арықтадым? Мен әрине дұрыс тамақтану арқылы артық салмақтан арылдым. Дұрыс тамақтану негізі салауатты өмір салты. Дұрыс тамақтану арқылы ағзамыздағы дефицит витаминдерді, яғни дефицит дәрумендерді толықтыра аламыз. Қыздар, ақпарат пайдалы болды ма? Егер де пайдалы болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша, сіздерді қандай тақырып қызықтырады, комментарийге жазыңыз, және алдағы уақытта сол жайлы видео түсіретін боламын. Сау болыңыздар.